Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгінгі видеода иммунитетті қалай көтеруге болады және иммунитет көтеретін қандай тағамдар бар, осы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қарауды ұсынамын. Жалпы иммунитет бұл біздің иммундық жүйеміз, яғни сіздің денеңіздің сыртқы әлемдегі қауіп-қатерлерден қорғану тәсілі. Яғни қауіп-қатер дегеніміз неше түрлі аурулар. Сіздің иммундық жүйеңіз күшті болған кезде, сіздің денеңіз, яғни организміңіз аурумен күресуге жақсы дайындалған болады. Иммундық жүйеңіз әлсіз болған кезде, сіз жиі ауырып қалуыңыз мүмкін. Сондай-ақ сіздің иммундық жүйеңіз қатерлі ісік сияқты қауіпті аурулармен күресуге де маңызды рөл атқарады. Шын мәнінде иммунотерапия бұл сіздің денеңіздің иммундық жүйесін, яғни рак клеткаларына шабуыл жасайды. Сіздің денсаулығыңыздың маңызды рөлін ескере отырып, иммундық жүйені мықты ұстау үшін қолдан келгеннің барлығын, яғни саналы адам ретінде денсаулығымызға сауатты қарауымыз керек. Жалпы қазір иммундық жүйенің төмендігінен аутоиммунды аурулар көптеп кездеседі және осы иммундық жүйенің төмендігінен аллергия көбейеді, жөтел болады, асқазан ішек жолдарының неше түрлі аурулары пайда болады. Жалпы біздің иммундық жүйеміздің 80% осы асқазан ішек жолдарына байланысты. Яғни біздің асқазан ішек жолдарымызда аурулар, запор, өтте тас, бауырымыз ауыратын болса, демек бізде иммунитет нашарлайды. Яғни 80% біздің осы асқазан ішек жолдарына байланысты. Егер сізде запор болатын болса, ол кезде сізде неше түрлі аурулар пайда болуы мүмкін. Дерматитпен ауруыңыз мүмкін, экзема пайда болуы мүмкін, сондай-ақ өтіңізде проблема басталуы мүмкін. Сондықтан біз ең бірінші асқазан ішек жолдарымызды тазалаудан бастауымыз қажет. Сіздерге осы иммунитетті көтеруге арналған супер тағамдармен бөлісемін. Бұл тағамдарды күнделікті рационыңызға қосатын болсаңыз, сізге пайдасы тиетіні анық. Біріншісі ол жеміс-жидектер және жасыл салаттар. Яғни жеміс-жидектерді біз күнделікті қолданатын болсақ, сонымен қатар салаттарды қолданатын болсақ, біздің асқазан ішек жолдарымызға жақсы көмектеседі. Оның ішінде әсіресе жидектер, мысалы клубника, малина, итмұрын, қара жидек, бұлардың құрамында антиоксиданттар көп. Ол біздің антиоксиданттарды жеу арқылы біздің иммунитетімізді көтеруге көп септігін тигізеді. Сонымен қатар жасыл салаттар, яғни оларға қияр, неше түрлі жасыл көкөністерден жасалған салаттар, салат жапырағы, брокколи, капустаның түрлері және шпинат, бұлардың барлығы біздің асқазан ішек жолдарымызды жақсартуға көмектеседі. Яғни біз клетчатка көп жеген сайын бізде запор болмайды, иммундық жүйеміз жоғарылайды және антибиотик қабылдамайтын боласыз. Жалпы кез келген ауру келген кезде, мысалы тұмау, вирусты, бактериалды ауруларға кездескен кезде көп адамдар антибиотик алуға жүгінеді. Бұл бізді антибиотик көп алған сайын біздің бауырымызға, бүйрегімізге, соның ішінде көк бауырға керісінше әсер етеді. Сондықтан біз барынша антибиотиксіз емдеп, иммунитетімізді сол ауруларға қарсы қорғаныс ретінде мықты қалыптастыруымыз керек. Сондықтан күнделікті тағамдарыңызда таңертеңгі, түскі, кешкі асқа міндетті түрде жасыл көкөністерден жасалған салаттарды жеу керек. Келесі бізде өнім омега-3, яғни балық майы. Біз күнделікті өмірде қазір тірі, яғни балықты тағамға қоса бермейміз. Сондықтан соны көбейтуіміз керек. Яғни бұнда бізде қан тамырлар жүйесін жақсартады, бауыр клеткаларын тазартады. Жалпы балық майы бізге осы қан тамыр жүйесімізді жақсартады. Қазіргі заманда дүниежүзі бойынша көп адамдар қайтыс болады осы қан тамыр жүйесі ауруларынан, қант диабеті, давление деген сияқты. Сондықтан біз күнделікті тым болмаса жылына бір рет профилактика ретінде омега-3 витаминін ішуіміз керек. Ол бізге көп көмектеседі. Немесе рационымызға кәдімгі балықты қосуымыз керек. Күнделікті аптасына бір рет немесе 2 рет. Келесі бізде супер өнім ол бал өнімдері. Яғни арадан шығатын бал өнімдері. Оның ішінде ара тозаңы деген бар, пчелиная пыльца деген бар. Оны арамен айналысатын, бал өндіретін адамдардан сұрасаңыздар болады. Ол біздің күніне бір қасықтан шайнап, артынша су ішесіз. Бұның құрамында бүткіл витаминдер бар, яғни микроэлементтер,
Бұның біздің ағзамызға егер пайдаланатын болсақ, бізде 2-3 есе біздің иммунитетімізді көтеретін болады. Бұны былай түсіндіруге болады. Аралардың өзінің балдарына беретін тағамы. Оның құрамында неше түрлі гүлдер, өсімдіктерден алынған витаминдер көп. Бірақ бұның бір минусы сіздерде аллергия тудыруы мүмкін. Өйткені қазір аллергия көп, өсімдіктерден, гүлдерден, шөптерден, шаң тозаңнан деген сияқты. Сондықтан басында жайлап кішкене қасықтың ұшымен жеп көресіздер, аллергия бермейтін болса, ары қарай көбейтіп қолдана бересіздер. Бірақ та егер бұны жайлап жеп үйреніп, организмді үйрететін болсаңыздар, сізде аллергия болатын болса, ол аллергияны да кетіретін болады. Жалпы аллергия неден пайда болады? Біз қазіргі заманда көбінесе сыртқа шықпаймыз, табиғатқа шықпаймыз, үнемі жұмыс басты, отырыңқы жұмыста компьютер, телефонмен, сондай қағазбастылық болғандықтан біз табиғатпен байланысымыз алшақтап жатыр. Біз табиғатпен байланысымыз алшақтаған сайын біз аллергиямыз да жоғарылай береді. Оның үстіне фастфуд тағамдарын қолданамыз, сонымен біздің организміміз табиғаттан алшақтап кетеді. Сондықтан бізде аллергия пайда болады. Енді сіздерге сонымен қатар тағы да иммунитетті көтеретін іс-әрекеттермен бөлісейін. Бірінші тәсіл дене шынықтырумен айналысу. Яғни бірінші серуендеп бастаңыз. Бұл ең ішінде қолжетімді тәсіл. Дүкеннен дүкенге, болмаса бір аялдамада екінші аялдамаға жаяу бару деген сияқты асықпай серуендеңіз. Екінші тәсілі жылдам жүру. Яғни жаңағы жай жүруге жылдамдық қосасыз. Бұл ағзаға аздап күш түсіресіз. Соның әсерінен қан айналып жүгіріп, ағзамызға оттегі жақсы тарап, зат алмасу жылдамдай бастайды. Және солай сіздің көңіл күйіңіз жақсарып, иммунитет көтеріледі. Мысалы, жылдам жүру бірінші күні 1 шақырым, жағдайыңызға қарай 500 метрден бастасаңыз да болады. Содан кейін күнде 5 шақырымға дейін қосып отырасыз. Қалалық жағдайда жұмысқа дейін, немесе жұмыстан кейін 1-2 аялдама жылдам жаяу жүрсеңіз жеткілікті. Иммунитет көтеру үшін таза ауада серуендеу емес, жылдам жүру пайдалырақ. Келесі тәсіл бұл салқын су құйыну. Иммунитетті көтерудің бұл түрінде ақырындап бастағаныңыз жөн. Алдымен аяқтарыңыздан бастап салқын су құясыз, сосын белден төмен қарай, сосын иықтан төмен қарай, ең соңында төбеден бастап салқын су құйыңыз. Алғашқында 1-2 рет құйынып, соңынан көбейтесіз. Иммунитетті көтеру үшін контрастты душ та болады. Бұл біресе салқын, біресе ыстық су құйынып, бірақ ыстық су алшақтығын бірте 10-15 күн аралығында көбейтесіз. Келесі спортпен шұғылдану, фитнеске, биге қатысу, иммунитетті көтеруде бірге тәніңіздің сұлулығын сақтауға және сұлулығына түсуіне көп ықпалын тигізеді. Жалпы қимыл қозғалыс болған сайын, қан зат алмасу жүрген сайын бізде иммунитет көтеріледі. Сонымен қатар пайдалы тұнбалар пайдаланыңыз. Иммунитетті нығайту үшін әртүрлі шөптердің жапырақтары мен тамырларынан алынған тұнбалар мен шырындар ішіңіз. Тамыр дәрі, яғни женшен тұнбасы, Қытай лимоншасы немесе лимон қосылған көк шай, итмұрын шырыны пайдаланардан бұрын нұсқауларын оқыңыз. Ағзаңызға жақпай қалуы мүмкін. Абзалы өзіңіздің дәрігеріңізден кеңес алғаныңыз жөн. Келесі күлкі. Иммунитетіңіз мықты болсын десеңіз, барлық уақытта күліп, көңілді жүріңіз. Күлкі иммунитетті көтерудің ең керемет әдісі. Сен әлемге күлімдесең, әлем саған күлімдейді. Сондықтан иммунитетім жоқ, мен әлсіреп жүрмін деген ойды өшіріп, иммунитетті өзіңіз қалыптастырыңыз. Ал табиғат сізге қаншама иммунитет көтеруге мүмкіндік беріп отыр. Соны пайдаланып іске асырыңыз. Бүгінгі ақпаратым осындай. Сіздерге ақпаратым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.